Barchaga salom dostlar, sizlerмен sport жаңалықтары. Videoni бастамас бұрын арнаға тіркеліп, videoga like басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі роликте Головкиннің 2022 жылғы гонорары белгілі болды. Жанибек Алимханұлы кәсіби бокста әлем чемпионы атанып тарихқа енді. Телефонмен конкурсқа қалай қатысса болады достар? Лайк басамыз, подписация боламыз, екен комментарий жазамыз достар. Екен, кімнің комментариясы көп лайк жинаса, соны әрбір видеода мен көрсететін боламын достар. Осындай лайкты басып қоямыз. Басып қойдық. Енді достар, конкурсқа тағы қалай қатысу мүмкін? Мінекей, барша видеолар тұр. Екен, тағы мен видео қоямын. Мысал үшін бүгін ертең солардың барына кіріп, подписация болып, лайк басып, комментарий жазу қажет достар. Мен әрбір айды тексеріп, әрбір адамға 10 000 теңгеден беретін боламын. Ол алы көп болады. 100 адам, 150 адам, екен әрбір апта беретін боламын. 10 000, 20 000, 30 000 теңгеден. Басқаша контент, қазақша рубрика. Кеттік достар. Америкалық Cerebro YouTube арнасы қазақстандық боксшы Геннадий Головкиннің 2022 жылғы гонорарын жариялады. Головкин 40 жаста болса да, әлі көп табыс таба алады. Биыл Геннадий Мурата мен Канелоға қарсы екі жекпе-жек үшін $60 миллион жуық гонорар алады. Оның үстіне бұған демеушілік төлемдері және тағы басқа табыс қосылады, дейді арна авторы. Айта кетейік, Головкин биыл ақпанда жапониялық Риота Муратаны 9-шы раундта нокаутпен жеңген, ал қыркүйекте мексикалық Саул Алаверстен төршілердің шешімімен жеңіліп қалды. Қазақстандық боксшы Жанибек Алимханұлы WBI тұжырымы бойынша орта салмақта әлем чемпионы атанды. Бұл туралы WBI ресми сайты хабарлады. Айта кетейік, америкалық Димитриус Андраде орта дивизиондағы толыққанда чемпион атағын иеленген болатын, алайда ол өзін атағын қорғау үшін Алимханұлымен кездесу өткізуден бас тартып, басқа салмаққа ауысып кетті. Осыдан соң WBI Жанибек Алимханұлын ресми түрде чемпион деп жариялады. Осы жерде каналға подписация болып, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен әлем чемпионы атандым. Мен WBI тұжырымы бойынша чемпион атанған тұңғыш қазақпын. Бұл тарих, өте бақыттымын, Құдайға шүкір деп жатады Алимханұлы. Жанибек мамыр айында Ұлыбританиялық Дэнни Дигнумды ұтқан соң, бүкіл әлемдік бокс ұйымының WBI уақытша чемпиондық белдігін қол жеткізген болатын. Еске сала кетейік, Жанибек Алимханұлы кәсіби бокста чемпиондық белдікті иеленген 6-шы қазақстандық спортшы атанып отыр. Оған дейін Василий Жиров, Геннадий Головкин, Жанат Жақиянов, Бейбит Шуменов, Данияр Елеусінов чемпион атанған еді. Жанибек Алимханұлы әуесқой бокста да біраз жетістікке жетті. Ол 2013 жылғы әлем чемпионы, 2014 жылғы Азия чемпионы, 2016 жылғы Рио Олимпиадасының қатысушы есептелген еді. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Әлі ең мықты контент алдында.